Қазіргі уақыт бой таластыратын емес, ой білім салыстыратын кезең. Білімді мыңды жығат деген нақыл сөздің астарында көп мән жатыр. Борлысай ауылдық округіне қарасты Кеңсай жалпы орта мектебі бүгінде білімді шәкірт пен білікті ұстаздарының арқасында көп жетістікке қол жеткізіп, талай белестерді бағындырып келеді. 43 педагог еңбек етіп, 181 бала сапалы білім алатын мектептің тынысы қандай? Әріптесім жалғастырсын. Тәуелсіздігін ту еткен әрбір түлектен болашаққа деген бағыты айқын, келешекке кемелденген тұлға қалыптасатыны сөзсіз. Болашағымыз жастар екенін ескерсек, сол жастарды дұрыс жолға бағыттайтын, танымдық қабілеттерін оятатын, білім нәрімен сусындататын ұстаздар жарқын болашағымыздың негізін қалаушылар. Бүгінде Борлысай ауылдық округіне қарасты Кеңсай жалпы орта мектебі балаларға білім мен тәрбие беруде алдыңғы қатарда. Жалпы біздің мектептің тарихы сол 60 жылдың көлемі болып қалды. 1955 жыл алғаш бастауыш мектеп, кейіннен 1966 жылдан бастап 8 жылдық, одан кейін 80 жылдардан бастап орталау мектеп болды. 2001 жылдан бастап Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Болат Жылқышиевтің шешіміменен жалпы Кеңсай жалпы орта мектебіне айналды. Қазіргі таңда Кеңсай жалпы орта мектебінде 43 мұғалім оқушыларға сапалы саналы тәрбие беруде жұмыс атқарып келе жатыр. Олардың 42-сі жоғары білімді, бір мұғалім арнаулы орта мен жұмыс жасауда. Қазіргі кезде жаңартылған білім беру мазмұны бойынша осы мұғалімдердің ішінен 37 мұғалім жаңартылған білім беру мазмұны бойынша деңгейлік курстардан өткен. Барлығы қазіргі таңда білім сапасы бойынша мектебімізде қазір білім сапасы 60%-ды құрап отыр. Мұғалімдер арнайы курстардан өтіп, былтырғы оқу жылында мектебімізде 2 алтын белгімен оқушымыз бітіріп, жалпы 5 мемлекеттік грантты жеңіп алды. Биылғы оқу жылында да бір оқушымыз алтын белгіге үміткер болып отыр. Алдағы уақытта сол мемлекеттік сынақтан сүрінбей өтеміз деген сондай дайындық үстіндеміз. Жалпы мектебіміздің миссиясы жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқушыларға саналы тәрбие, сапалы білім беру. Жалпы тәрбиелік мақсатымыз салауатты өмір салтын ұстанатын, рухани адамгершілігі жоғары, ұлтжанды еңбекқор, қазіргі демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу. Жалпы перспективалық жоспарымыз инновациялық менеджмент идеясы негізінде оқушыларды оқу мен білімге тәрбиелеу. Президентіміздің жолдауы бойынша цифрлық технология электрондық түрде қазіргі кезде күнделік кезет және білімлен жүйесі бойынша мұғалімдеріміз балаларға сабақ беруде. Алдағы уақытта білім бақтың таусылмайтын қазығы, білімсіз әлдекімдің азығы дегендей заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов айтқандай, алдағы уақытта бұдан да үлкен жетістіктерге жетеміз деген сенімдеміз. Көркем әдебиеттермен толықтырылған 8115 кітап қоры бар мектеп кітапханасында әртүрлі сала бойынша бұрыштар жасақталған. Мұнда ұстаздар мен оқушылар өздеріне қажетті мәліметтерді толықтай алуына жағдай жасалынған. Сондай-ақ құнды жәдігерлермен толықтырылған мұражай бөлмесі бар. Алғашқы әскери дайындық пәні сабағына да жоғары басымдық берілген. Соның нәтижесінде шәкірттер түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындардан көрініп келеді. Білім ұясының шәкірттері үшін 11 ақылы үйірмелер, оқу кабинеттері мен спорт зал және кітапхана жұмыс жасайды. Бұл біздің мұражай кабинетіміз. Мұражай бөлмемізді бұдан 2 жыл алдын осы елдің тумасы Божбанов Алихан ағайымыз ашып берді. Өз демеушілігімен. Бұл жерде ол кісінің бүкіл дүниелері, қазіргі мына сөрелерде қойып жатқан еңбектері қойылып жатыр. Бүкіл оқушылар осыдан үлгі алуда. Және де оның еңбектері, қазіргі ол өзі Алматы облысында тұрады. Бірақ ол кісінің еңбегі ерен деп айтуға болады. Кандидат, профессор, наук, әрі педагог үлгі алатын осы ауылдың тумасы. Және осы кабинетіміздің мұражай ғып ашып бергені біздің ауылымыздың өте көне жәдігерлерінің барлығын осы жерге топтап, бүкіл өзіміздің салт дәстүрімізді насихаттап, келешек ұрпаққа біз осыны паш етудеміз. Біздің мұражайымыз әлі де осы көне
жәдігерлер толықтыру үстінде. Бізде әлі де бұл қазба жұмыстары барысында осындай көне жәдігерлерді іздеп толықтыру үстіндеміз. Біздің енді бұл жерде тек қана көне жәдігерлер емес, оқушыларымыздың қолмен жасалған бұйымдары да, бұл жерде қолөнерден жасалған бұйымдары да жинақталуда. Жақсы ұстаздан білімді және тәрбиелі шәкірт шығатыны сөзсіз. Оның дәлелі ретінде 2021-2022 оқу жылының қорытындысы бойынша 2 алтын белгі беріп, аудандағы білім ордаларының алдыңғы сапына шықты. Биылғы оқу жылында да алтын белгіге үміткер Жадыра Несіпбекқызы үлгілі білімді шәкірттердің бірі. Ұстаздар мен оқушылардың еңбектерін мектеп басшылығы естен шығарған емес. Оқуға құштар, білімге берік, спортқа серік шәкірттер тәуелсіздігіміздің нағыз түлектері деп айтсақ артық емес. Ал ұстаздар қауымы солардың бағдаршамы. Алдыға қойған мақсатым ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл жинап, грант иегері атану. Менің таңдаған пәндерім физика, математика. Математика мамандығым математика мұғалімі болады. Және де президентіміздің жолдауында жастар болашақтың кепілі. Көзі ашық, көкірегі ояу жастар елдің бастамасы бола алады. Алдағы уақытта ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл жинап, мұғалімдердің үмітін ақтауға тырысамын. Және де осы мұғалім мамандықты бітіріп келіп, ауылға, туған жеріме қызмет етемін. Іні сіңлілеріме, келешек ұрпаққа жақсы тәрбиемен білім беруге тырысамын, дайынмын. Ұстаздан дәріс алмаған адам қазір жер бетінде жоқ десе де болады. Бұл мамандық содан да киелі. Жан-Жак Руссоның ұстаз болу, өз уақытында аямау, өзгенің бақытын аялау деген нақыл сөзінің астарынан мұғалім мамандығының қыр-сырын терең ұғынуға болады. Ұстаздық қызметте, шәкірттермен қарым-қатынаста ізгі ниеттілік, кішіпейілділік және мәдениеттілік бірінші кезекте тұру керек деп санайтын киелі білім ордасы Кеңсай жалпы орта мектеп ұжымы жас ұрпақты тәрбиелеу жолында әлі талай жемісті еңбек етуі ақиқат. Нұрқанат Жарылқап, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ қоғамдық телеарнасы.